Баршаңызға қайырлы күн болсын, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге корейский чим-чимнің рецептімен бөлісетін боламын. Яғни біздің тілмен аджига деп жатамыз. Бұл чим-чимнің ерекшелігі қайнатылмайды, құрамы небәрі 3 азықтан тұрады. Чим-чим Корей халқының сүйікті ащыларының бірі. Дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Қыстыңғы күні бұл чим-чимді капустамен, корейский капустамен жесеңіздер, аппетиттеріңізді ашады және де суықтың алдын алады. Достар, көбісі YouTube каналыма тіркелмей рецепттерімді қарайды екен, ең алдымен YouTube каналыма тіркеле кетіңіз. Арнайы сіздер үшін енем ұсынған рецептпен қазақ тілінде Корей халқының чим-чимнің рецептімен бөлісемін. Достар, видеоны соңына дейін қарап, мен ұсынған рецептпен чим-чимді жасап көріңіз. Рецепттің описание бөліміне қалдырып кетемін, яғни осы чим-чимнің аты жазылған жерді бассаңыз, описание бөлімі ашылады. Ең алдымен болгар бұрыштың басын пышақпен алып, ортасындағы дәнектерін тазалап, жақсылап жуып алып, майдалап тураймыз. Неге майдалап тураймыз десеңіздер, қазір біз массировкадан өткіземіз. Сол үшін де массировканың пышағында тұрып қалмас үшін барынша майдалап тураған дұрыс. Келесі кезекте қызыл ащы бұрыштарымыздың басын алып, жақсылап жуып алып, сәл кептіргеннен соң, мұны да пышақтың көмегімен 2-3 бөлікке бөліп турап шығамыз. Ащы бұрышты неге турап жатыр десеңіздер, біз мұны да массировкадан өткіземіз. Массировка пышағында тұрып қалмас үшін осылай майдалап турап шыққан дұрыс. Ащы бұрыштың қызыл түсті болуы міндетті. Келесі кезекте массировканың көмегімен туралған ащы бұрыштарымызды өткіземіз. Ескертетін жағдай, массировканың пышағына осы ащы бұрыштарымыз тұрып қалмас үшін барынша баяу жасаңыздар. Себебі массировканың пышағына тығылып, ащы бұрыштарыңыз өтпей қалуы мүмкін. Видеода тез істеп жатсын десеңіздер, бұл видеоның жылдамдығы деп біліңіздер. Достар, чим-чимнің қоспаларының барлығын бәрін бірге араластырып жасасаңыздар да болады. Бірақ мен барлығын бөлек-бөлек өткізгенді жөн көрдім. Ең алдымен ащы бұрышымызды толықтай массировкадан өткізіп алдым. Ащы бұрышты массировкадан өткізіп болғаннан кейін үлкендеу табамызға лопатканың көмегімен саламын. Ендігі кезекте болгар бұрыштарын да өткіздім. Мұны да жаңа өткізілген бұрыштың үстіне саламын. Достар, чим-чимді көп жасап жатырмын, өздеріңіз видеода көріп тұрсыздар. Неге десеңіздер, бізде отбасы санында адам көп, сондықтан да чим-чимді көптеу етіп жасап жатырмын. Бірақ та описание бөліміне чим-чимнің өз нормасын жазып кететін боламын. Мен видеода 4 килограмм болгар бұрышына 2 килограмм ащы бұрышты плюс 1-200 грамм чеснокты қостым. Егер де сіздер ащыны қатты жақсы көретін болсаңыздар, 1 килограмм болгар бұрышы, 1 килограмм қызыл ащы бұрыш плюс 1 килограмм чеснок қосасыздар. Болгар бұрышы дегеніміз бұл болгарский. Қазақ тілінде болғандықтан болгар бұрышы деп жатырмын. Келесі кезекте болгар бұрыштарын толықтай өткізіп болғаннан кейін массировкаға сарымсақтарымызды саламыз. Сарымсақтың орысшасы чеснок. Чеснок массировкадан өте оңай, жеңіл өткізіледі. Сарымсағымызды да массировкадан өткізіп алып, табамызға лопатканың көмегімен саламыз. Үстінен тұзымызды да қосамыз. Ендігі кезекте массировкадан өткізілген ингредиенттерімізді араластырамыз. Мен ағаш таяқшаның көмегімен біраз уақыт барлығын араластырдым. Барлығы араласу үшін бірнеше минут уақыт кетеді, сондықтан да асықпаңыздар, барынша ингредиенттер бір-бірімен араласып, чим-чимнің дәмі шығуы керек. Тұздың мөлшерін айта кетейін. Менде видеода көрсетілген масса 4 килограмм болгар бұрышы плюс 2 килограмм ащы бұрыш. Тұз негізінде әрбір 1 килограммға 100 грамм кетеді. Менде 6 килограмм болғаннан кейін 600 грамм тұз қостым. Достар, егер де сіздер ащыны қатты жақсы көретін болсаңыздар, бірге бір қосыңыздар. Яғни 1 килограмм болгар бұрышы болатын болса, 1 килограмм ащы бұрыш. Екеуін қосқанда 2 килограмм болса, 200 грамм тұз қосасыздар. Түсінікті деп ойлаймын. Чим-чимдарымыз банкаға салуға дайын. Ендігі кезекте крышкаларын арнайы қайнататын боламыз. Ол үшін табамызға суымызды құйып, крышкаларымызды салып,
осындай арнайы банка парлайтын бар. Яғни осы темірді қойып, банкамызды үстіне қоямыз. Бұл 1 минут немесе 2 минут көлемінде парлану керек. Яғни банкамыз парда тұру керек. Банкамызды пардан алғаннан кейін, банкамыз қатты ыстық күйінде жаңағы чимчимдарымызды құйып жібермеңіздер. Банкамыз суығаннан кейін чимчимдарымызды воронканың көмегімен құйып шығамыз. Достар, айтпаппын ғой, банканы мен содамен жақсылап жуып алдым, бірақ өздеріңіз де білетін шығарсыздар, салат жаппай тұрып банканы алдын ала жуып алатынын. Достар, бұл чимчимнің жасалу жолы өте оп-оңай әрі жеңіл дайындалады. Тіпті бұл чимчимді қайнатпайсыздар. Қайнатпай-ақ осылай бұралмалы банкаға салып, холодильникке сақтаймыз. Сақталу мерзімі 3-4 жыл. Қазақта мынандай сөз бар ғой, қыстың қамын жазда ойла дейді. Көбіміз жазда осындай қысқа сақталатын банка, түрлі жемістермен салаттар, огурцы дайындаймыз. Дәл осы чимчимді қыс мезгілінде бешбармаққа қосып, басқа да тамақтарға қосып жесеңіздер, ауырған жағдайда осы ащыны жесеңіздер, аппетиттеріңізді ашады және де суықтың алдын алады. Чимчимнің тағы да бір плюсы, қыстыңғы күні кәдімгі капустаны тұзға салып, андай соленый қылып жейсіздер ғой. Корейский капустаны да солай тұздап алып, алдын ала жаңағы капусталарымызды, сосын осы чимчимді жағып, яғни нанға сармай жаққандай жағып жесеңіздер, дәмі өте сочный, күшті, прям әдемі болып шығады. Міндетті түрде мен ұсынған рецептпен жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше, естен кетпейтіндей ащы, әдемі болып шығады. Достар, сіздерге барынша пайдалы әрі түсінікті болуы үшін қазақ тілінде түсірдім. Қараңыздаршы, өздеріңіз видеода түрі де әп-әдемі, дәмі де өте ащы болып шығады. Жасап көріңіздер, бізге ас болсын, сіздерге жасауға сәттілік болсын. Каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Достар, менің YouTube каналымда көптеген тағамдардың, түрлі тәттілердің және де фастфуд орталығында сатылатын чикеннің, лаваш, донер, бургердің рецепттері бар. Одан бөлек тағы да пиндодо курсының отидо сабақтарын түсіргенмін. Менің каналымда ішіңіз пыспайды, барынша сіздерге пайдалы рецептер мен пайдалы ақпараттарды түсірген болатынмын. Тіркеле кетуді ұмытпаңыз каналыма.